Армысыздар, құрметті отандастар. 2 қаңтар 2023 жыл. Неке жаңа жылда бірінші мындай эфир бізде халық таңдау партияларының мүшелері звондасып, бір-бірімізбен қоңырау соғып, неке байланысқа шығып, міне жаңа жыл басталып жатыр. Қандай ойларыңыз бар, жоспарларыңыз бар, сонымен халықпен бөлісейік, жұмысты қалай жүргіземіз. Осы жөнінде қазір әңгіме болады. Менде бүгін Zoom арқылы байланыста Амантай Хайбудинов, Қарағанды қаласы Дәулет қосылу керек қазір, Диана Мұхаметова, Шымкент қаласы Лаура, фамилияңыз қалай, Лаура? Макажанова. Қалай? Макажанова. Макажанова. Семей, Салтанат Утебай, Алматы. Ең басты тағы да мінекей достар, сәлеметсіздер ме? Бәріңізді жаңа жылмен келген. 23 жыл қандай жыл болады? Мына биліктің нелеріне анализ жасасақ, бұл мысалы мен қойдым ғой жаңа 31 жылы 31 желтоқсан жаңа 22 жылда қорытындылар шығарып, анализ жасатып, өзімше не болды, мынау жоспар қалай үкіметті деп, сонда өзімнің ойымды жеткіздім. Мынау Тоқаев орыс оккупациялық жүйенің мүшесі, гауляйтер, ешқандай халықтың қамын ойлаған, бір жұмыс жасаған, ешқандай әрекетін көрген жоқпыз, сөзін де естіп атқан жоқпыз. Сөздері бірыңғай, Ресейге бір 10 рет шығар, Ресейге барып барған, соңғы барғанның өзінде де орыс тілін дамытамыз, СНГ-де деп, әтеш сияқты шақырып жатыр, тек қана Қазақстанда емес. Қараңыз, әтештің айтып жатқаны. Тәжікстан, Қырғызстан, Армения, бүкіл жерде СНГ-де орыс тілі жылын жасаймыз дейді. Ал былтыр бізде балалар жылы деді ғой. Балалар жылын көрсетті қалай? Анау қаңтардың басында мінеке 4 жасар Айкөркем, 12 жасар Сұлтан қанша былтыр мінеке бір қазақ 3 баласын өлтіріп, өз-өзін өлтірді. Былтыр алдыңғы жыл қарашаның 22-сі күні мінеке қазақтың келешегі 27 жастағы 3 баласын 10-шы этаждан лақтырып өзі секірді. Міне бұлардың саясаты. Бұл жерде түсіндіріп те керек жоқ. Осы жерде енді біз не істей аламыз? Қазір көріп тұрмыз, бұл биліктің сұмырайлары саяси жұмысты қолға алып, жаңағы жалған оппозиционерлерді, жалған жаңағы халықтың жаңағы бір несін ойлап жүрген сияқты қоғам қайраткерлерін шығарып, оларға не беріп, промоушн беріп, мынау бұқаралық ақпарат құралдарда секендеп жүреді, бір экраннан бір экранға кезекті. Мынау Амантай Қажы деген бір персонаж бар, анау 90-шы жылдардан бастап. Оныкі жасайтын тек эпатаж. Шығарып, талап қоям, бетем, сөйтем деп. Ал нақты саяси күш, мінекей, халықты жинап, билікті қолға аламыз деген ондайға жол бермейді. Бұл жерде ондай көріп тұрсыздар. Бірақ саяси ұйым кадр өзін танытып жатыр. Мынау халық таңдау партиясы. Осы жұмысты біз қалай дамытамыз, халыққа қалай өзіміздің идеяларымызды, жоспарларымызды жеткіземіз. Себебі көп тұрмыз, ақпараттық блок. Міне, мынау сұм жүйе бізді ешкім насихаттамасын деп, ешкім бізді тыңдамасын деп сондай жұмыс жасады. Бір рет қана 2 жыл бұрын ба Нартай Аралбайұлы шығып, оның өзінде көрдік, тапсырмалған мына ұйымды дискредитация жасауға көрініп тұрды сөзінен. Одан кейін ешкімді шыққан жоқ. Себебі түсінді, дискредитация жасау қиын. Сен дискредитация жасайын бір шықсан, халық таңдау партияны, сен оның үгіт насихатын жасайсың. Сөйтіп біз ақпараттық вакуумда отырмыз. Ал енді қазір біз түсініп тұрмыз, мына тек қана жырлағаннан, мысалы, Диана шығып тұрады, Амантай шығып тұрады. Бір жетте ма, мысалы, бір айда бір Диананың бір көңіліне бір сет тиіп қалады да, Диана шығады, әкесін танытып, олар соғады. Сосын Диана жоқ болып кетеді. Не себепті? Диана балалары бар, 4 баласы, жұмыс жасау керек, кейде звондасам, түнде, 2-де, 3-де жаңағы машинкамен киім тігіп жатыр, бүйтіп жатыр деп. Ал бұл жерде бір зат түсінуіміз керек, ағайын. Мына саяси жұмыс, саясаткердің кәсібі халық үшін ең маңызды. Мысалы, мынау билік заң шығарып қойған, бюджеттен қаржыландырылып тұрады, жаңа қаржыны бөліп тұрады. Аманат дейді, жаңа 5 партияға, ауыл, әділ, басқаларды да, халық партия дейді, жаңағы коммунистердің. Олар
халықтың жағдайын ойламақ түгілі керісінше мынау орыс әлеміне тығып жатыр бізді. Мынау текті халықты, қазақты мынау Ресейдің құлына айналдырмақшы. Ресейдің жаңағы несіне сателлиті қылып. Мен қазір бір нені қойып берейін, мысалы мынау кімге қазір көріп жатырмыз ғой, Тоқаев Путинге жұмыс жасап жатыр. Еліміздің саясаттың, мына еліміздегі парламент жұмысы, үкімет жұмысы, құқық қорғау органдарын бәрін, прокуратура, полиция, сот, ұлттық қауіпсіздік комитетін бәрін жығып беріп жатыр Ресейдің мүдделеріне, орыс әлеміне. Ал біз қазақ айтамыз, текті халықпыз деп, солай да болдық кезінде. Біздің айырмашылығы мынау орыс әлемінің, орыстардан. Ол деген ешқашанда қазақтың тарихында қазақ құл болмаған. А Ресейдің тыңдаңыз, Путиннің жаңа өзінің сөзін, бұл деген кадр мен қойып берейін сізге. Бұл құлдың ұрпағы өзі мойындап тұр. В каком историческом периоде хотели бы оказаться, посмотреть, как там оно? Сегодня. В прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент. Какое событие, которое уже произошло в России, хотели бы изменить? Развал Советского Союза. Что для вас главное в жизни? Результат. Мінекей, достар, естіп отырсыздар, қандай нелер, әңгімелері. Жаңағы Путин кім ол? Ата-бабам крепостной болды. Крепостной деген ол құл. Кезінде орыстың байлары анан аузына шықсат та тісін көреді да, мынау бір сиыр тұрады дейді, мынау бір қой тұрады дейді, мынау ит тұрады дейді. Міне осының ұрпағы қазір билікке келіп алған, мен айтамын ғой, Шариковтер деп. Шариков тексіздер, осындай құлдардың жаңағы тұқымы. Ресейде билікке келіп, Ресейдің өзін бағындырып, Ресейдің бәрін құлға айналдырып, қазір өзінің идеологиясын, саясатын бізге жүргізіп жатыр. Екінші бөлімінде айтты ғой, сіз бұрынғы болған нені өзгерткіңіз келеді дейді. Мен Совет одағын құлдырағанын өзгерткім келеді дейді. Ашық айтып жатыр. Ол Ресей, мінекей Белоруссия, Қазақстан, Армения, Өзбекстан, Қырғызстанды одақ құрып, жаңадан кішкентай мини Советский Союз ашам деген жоспар бар. Жасырып атқан жоқ. Міне, ал бұны нақты көрсетіп атқан ашық. Бірақ саяси ұйым, халық таңдау партия. Енді біз қазір ақылдасып, кеңесіп, мына халыққа үндеу жасамақшымыз, бізге сіздерден жәрдем керек. Бұл жұмыс, тағда айтам, ең маңызды жұмыс, бұл жұмысты жүргізу керек. Кәсіпкер сияқты профессионалдар, таңертең кешке дейін жаңағы, мысалы, айтып жатырмын ғой, бір настроениесі болып қалып, бір сөйлеп, бір ай, сосын кетіп қалып, бір айдан кейін ол болмайды. Мен сондай ұсыныс жасап отырмын, қазір мен әріптестеріммен ақылдасып, неке ойларыңызбен осы тақырып бойынша бөлісіңдер, және де халыққа үндеу жасайық та, бізге қаражат көмек сұрайық, жаңағыдай қор құрайық, сол қорда жаңағы тағайындайық, 5-6 адам штаб болсын жаңағы Қазақстанда, сосын жаңағы жұмысты қолға алып, халықпен жұмыс жасауға, нақты жергілікті халықпен. Міне мен ойым, жаңағы енді достарым сөздің кезегін сіздерге берейін, кім бірінші сөйлеп, кім осы тақырып бойынша пікірін білдіртеді. Мен айта берейін. Енді міне қан төгіліп, қазақтың қабырғасының қайысқанына 1 жыл уақыт өтті. Ешқандай талқылаудан, сұхбаттасқаннан ешқандай оң нәтижеге келген жоқпыз. Қалай міне жоспарлы түрде Тоқаев сол қан төгуді қалай ойластырса, оның артын ешқандай сұрауы, еш нәрсесі болмайды деп, барлығын өзінің ойында, естіледі, жоспарлы түрде орындап келе жатыр. Енді мен осыны Ержан ағаның жаңағы бізге өзімізге қор құрып, содан жаңағындай осы халық таңдау партиясының жұмысын жалғастыру үшін, жүргізу үшін қор ашуды өзім қолдаймын. Өйткені егер де біз бүгін бір саяси ұйым болып, халықпен жұмылып жұмыс жасап, қатарымызды көбейтіп, мына Тоқаевқа кері соққы бермейтін болса, ол түбінде келгенде 5-6 жылдан кейін тағы да бекерден бекер қан төгіске әкеліп соқтырады. Мен содан қорқам. Былай қарап тұрсаңыздар, мына биліктің
біздің мына қоғам белсенділерінің арасына кіріп алып, жаңағы қанды қаңтардан жақыннан айырылған отбасылардың сеніміне кіріп алып, қазір осы биліктің сойылып жүрген жексұрындар да мысалға сондай биліктен болсын, олигархтардан болсын жаңағы қаржатын алып жатыр. Енді сол мен айтарым, мен өзім жаңағы біздің Халық таңдау партиясының халықтан осындай көмек нетіп, жиналып, қор ашылғанын мен өзім қолдаймын. Өйткені мынау көпшілік халық енді көп жерлерде мына біздің партиямыздың бағдарламасы, біздің ұстанымымызды, бағдарымызды, әсіресе мына бірінші кезекте ұлт азаттық қозғалысымызды көп жағдайда білмей жатады. Соған жарнамалау, YouTube каналдар ашу, Инстаграмда жұмыс жасау үшін сол кішкене қаржылай көмек қажет. Сәлеметсіздер ме халқым? Мен Халық таңдау партиясын өзі 2019-дан бастап бері көріп келемін. Сол Халық таңдау партиясының барлық бағдарламасына Ержан Тұрғынбайды 100% қолдаймын. Барлық ең бірінші қаңтарда қайтыс болған қазақ халқыма қайғыра көңіл айтамын. Қанша жастарымыз қан төгілді. Ұятсыз биліктер, ай көркем, кішкентай баланы көріп тұрып, қай миллиондаған ақша берсе де біреуге зиян тигізбеу керек еді. Ұялмай сұлтанды атып көріп тұрып атқан енді. Ұятсыз билік. Мен билікті мүлдем, Тоқаевты мүлдем қолдамаймын, оны мен президентім деп санамаймын. Өйткені өз халқын атуға приказ берген адам мен үшін президент емес. Сол үшін мен Халық таңдау партиясын Ержан Тұрғынбайдың барлық нелерін қарап отырмын. 100% дұрыс. Өзіміздің халқымыздың жағдайын көтермей, орыс қолдарды границаны ашып тастады. Квартираның бағалары шарықта кетті. Енді барлық мәселе жетеді, айта берсін. Мен жастарға сұрайтын, Халық таңдау партиясына кіруін сұраймын. TikTok, қайдағы жоқ нелерді қарамай, осы Ержан Тұрғынбай каналына кіріп оқып бағдарламасын, халықтың жағдайын жақсартсақ деп ойлаймын. Сол қор құру енді дұрыс, енді осындай каналды ашып, дамытып жатсақ, осындай жүйені ауыстырып, жақсы жаққа не болса, онда мен қарсы емеспін. Ержан Тұрғынбайдың каналы енді мен баяғыдан бері енді бәрін дұрыс айтады ғой енді. Сол қолдаймын. Армысыздар. Мен енді сәл кішкене бір тереңнен қозғайын. Түсінікті ғой, енді бәріміз біліп отырмыз, бәріміз жақсы білеміз, үндеу тастап жатырмыз, жырымызды жырлап, енді келе жатырмыз ғой, осы ата-бабамыз сияқты. Бірақ мен мынандай айтқым келіп отыр да, мысалы қараңыздар, мынандай 200-лік болып тұр да, тілімізде де 200-лік, дінімізде де 200-лік, өмірімізде де 200-лік, бәрі жерде лицемерия да 200-лік болып тұр. Ана тіліміз мемлекеттік тіл дейді, конституция бойынша, бірақ орысша сөйлейміз. Үйде де, тыста да, қай жерде болсын. Ойбай қазақпыз, тәңірге, ойбай әлімсақтан бері қазақпыз дейміз, бірақ жаңағыдай адам түсінбейтін не болып кеткенбіз. Біреу жаңағыдай ислам дейді, бірақ исламның жолын жөнді ұстанбайды, адам түсінбейтін бір татарлардың орыс империясын ойлап тапқан нәрсесін бүйтіп мұжғылап, онда да тура нақты исламды ешкім ұстанып жатқан жоқ. Мемлекет егеменді дейміз, бірақ ешқандай егеменді де емес, біз колониясы орыстың құлы болып отырмыз. Барлық жерде 200-лік. Ойбай билік заң шығарады, ойбай әлеуметтік, мысалы қазір 1 қаңтардан бастап төменгі айлық 70 мың, пособие, жәрдемақы бәрі көтерілді дейді. Ештеме көтеріліп жатқан ештеме жоқ. Мына жақтан нанның бағасы шарықтап кетті, тамақтың бағасы шарықтап кетті. Өңке 200-лік. Енді мен соны айтып жеткізейін дегенім, енді айтып жатырмыз, эфирлерде айтып жатырмыз, өзіміз жеке эфирге шығып жатырмыз, әпкелер, ағалар бәрі жеке эфирден шығып айтып жатыр. Құдайы болсын, күнделікті жаңағыдай кездесетін құрбы нелер болсын айтылып жатыр.
бәрі біледі да, бірақ бәрібір де қалай айтсам екен, жұрттың, халықтың несі, білмем, ол ояну емес, бәрі оянған, бәрі біледі, бірақ қайтадан сол екіжүзділікті, сол үшін мен қазір осы эфирді пайдаланып айтқым келіп тұрғаным, қанша ел көреді, одан кейін өзім каналыма да соны нетем, бір тоқ етерге келуіміз керек қой екіжүзділіктен. Болмаса официальный түрде орыстың губерниясы болып, Российской Федерацияның губерниясы болып, тіліміз орыс болып, сол исламымызға, қазақ мына жерімізге бәріміз құл болып, бір губерния болып отырайық, материальный капитал алайық, үйге орыстың несі құқымен, Российской Федерацияның несімен. Болмаса жоқ, егемендік па, онда тура нақты егемендік алып, өз ана тіліміз, өзіміздің дініміз, өзіміз салт дәстүрімізді, сауда саттығымыз жасап, бір анықтама болу керек қой. Ондай болмайды ғой. Былай бір каша, бір боғы шығып кеткен, адам емеспіз, айуан емеспіз, бір араласып кеткен бірдеме. Соны айтқым келеді да, өздеріңізге анықтап беріп таңдаңыздар. Мен мысалға қазақтың қызымын, мен таңдауын жасадым. Ержан ағаның каналын қарадым, Думан кімде бар, Мұхтар аға болсын, Серікжан аға болсын, хабарластым, тыңдадым, жаздым, ешқайсы жауап бермейді. Өзімнің әкімшілігіне бардым, Тоқаев, бұрын Назарбаевқа хат жаздық. Одан кейін қазіргі тек губернаторлар ауысып отыр ғой тек. Соларға хат жазсам, мен еждевенецпін екен. Мен ешқандай құқым жоқ екен, өз отанымда мен қазақша сөйлеуіме құқым жоқ екен, мен азаматтық ретінде ешқандай құқым жоқ, мен салық төлеу, міндетті түрде салық төлеуім керек екен, осы жерде ауа жұтып, осы жерде емін-еркін тұруым үшін мен оларға рахмет айтуым керек екен. Болды, болмаса бар көшіп кет, құрып кет, қайқа құрсаң сойқа құрып, бүкіл ата-бабаның сүйегін алып кетсең де алып кет, солай істеп отыр. Лицемерия, екіжүзділік. Мен өз таңдауын таңдадым. Аға хабарластым, осылай жағдайын түсірдім, программа сайт салдым, мен қолдаймын жалғыз азаматтан. Мысалы мен желтоқсан бүкіл бір ай жүгірдім, менің 0 результат, ештеңе қосылды. Бір депутатқа кіре алмадым, бір не, еш нәрсе. Мені сол кезде мал құл ретінде көреді, болды. Салығыңды төле, ауаңды жұтып атсың ба, коммуналкаңды төле, біз ұсынған баға арқылы сатып аласың, біз ұсынған нәрсеңді сол Қытайдан тасыған мусорды киесің, біз саған қандай несі істеп жатырмыз, сол біздің сол сондай неме барыга дейма, наркотик сатып күн көріп отыр, қыздар проституция салып күн көріп отыр, олар бәрі бір шайка, олар тек сол өздерінің былығын, сайқымазақтарын салық таңдауы деп басында неге шыққанда Ержан аға сұрадым, Ержан аға сізде демеуші бар ма дегенде, беймәлім. Содан кейін мен демеуші болмаса, бұл ешқайда біз жылжай алмаймыз. Біз эфирлер жасай алмаймыз. Мегабайт, мысалы мен де қазір сорлап отырмын ғой, зумға кіре алмаймын, мегабайт жөнді ұстамайды. Листовка тарататын ол қай күнде де осы бір ай болды ма, Дианам сөйлестік, қанша листовка таратамыз, оның қандай печат жасаймын, оның барлығы қаражат. Ол жақсы, жарайды, керемет идея, керемет программа құрдыңыз, ал оны ары қарай дамытатын, ол тарихта да белгілі ғой, мысалы компартияны Карл Маркс жазды несін, капиталистік несін, 12 моральдық пунктін, а кім ары қарай оны спонсировать етті? Оны Энгельс спонсировать етті, бүкіл сосын идея кетті ары қарай. И бұл жерде де сондай, халық таңдау партиясы деп, мысалы біз қазір отырмыз, өйткені аға, Ержан аға ақиқатты бетке айтады, ешқандай несін прям жілігін шағып тұрып, бетке кәдімгі айтқанда, мен сол үшін ырзамын, сол үшін таңдап, сол үшін осы партияда, сол үшін несін қолдап, қазір мұны қандай условия, қандай не деп отырмыз, бәрі қолдап отырмын. И мен сол үшін айтып жатқан халықтан определитесь, пожалуйста, или сіз тәуелсіз мемлекетте тұрғыңыз келе ма, болмаса құлдық, сол кезде басыңызды еп, взяткаңызды беріп, сөйтіп басыңызды игіңіз келе ма. Осы екі мәселені таңдаңыздаршы. Өйткені егер егемендік таңдап жоқ, мен қазақпын, мына жеріңізге, кәдімгі кеудеңізге ұрып тұрып жоқ, мен өз елімде, өз отанымда емін-еркін өмір сүремін десеңіз, онда құба-құп, онда күресейік, онда бәріміз жұмылайық. Ешқандай түріне, түр сипатына, жүзіне, руына, еліне, ауылына қарамай бәріміз қосылайық. Жоқ, мен осындай бизнесім бар, Путинмен біргемін, осылай жесе, онда губерния болып кіріп кеттіңіздер онда федерацияға. Онда екіжүзділіктің не керек бар? Не керек бізге ол конституция, егер ол жұмыс жасамаса ол конституция?
не керек бізге не бір кодекстер, егер ешқайсысы ол жұмыс жасалынбайды. Дұрыс, мінекей. Талап етсем де оқу. Иә, Салтанат, сіз мінекей қолдап тұрсыз, мінекей халыққа үндеу жасайық, халқым қолдандар. Иә, дұрыс. Не күресейік, не тынышталайық деп нақты дұрыс айтып жатсыз. Иә. Жоқ, өйткені лицемерия ғой, қарасаңшы, мемлекеттік тіл дейді, бірақ мемлекеттік тіл жоқ, ешқандай мәртебе жоқ. Біз қазақпыз дейді, титульный нация. Салтанат, бұл бір секунд, міне қараңыз, Салтанат. Мен қазір бір бейнені қоям, бұлардың сөздерінің құны, мінекей, анау Ерасыл Тоғжанов деген сөйлегені бар. Бұлардың сөздерінің несі құны көк тиын. Сіз мысалы айтып жатсыз ғой, оларға өкілетін ештеңе жоқ. Бұлар солай істейді, не істейсіз оларға? Тек қана жаңа өзен бойынша 5000 жұмыс орнын ашамыз. Жылдың аяғына шейін 5000 жұмыс орны ашылады бұнда. Ол дейтін осы немен бәйдің ішінде қалмайды ғой. Бір азаматтар шығып жатады, біреу келіп жатады. Мен басқа жолдан қазір қарап отқан жоқпыз, тағы да жұмыс орындарын қарастырып отырмыз. Бір жаңа өзен бойынша 5000 орындар ашылады. Соны бірге жасаймыз. Мұнамен ғана жаңа өзен тоқтап қалмайды ғой. Облыс бойынша 36 000 жұмыс орнын ашамыз деп жоспарлап отырмыз. В целом, коротко если сказать, будет реализовано 690 проектов на 115 000 рабочих мест. Міне, беті бұлшыт бейт та, өтірікті соғып тұрады, уәделерді бере береді, бұлардың сөздерін көк тиын. Оларға өкпелеп керек жоқ, билікті басқарып жатқан бұлар біздің жаулар. Сондықтан бізге нақты саясаткерлер керек. Бұлар Путиннің құйыршықтары бәрді. Ерасыл Ержанов, кім анау Павлодардың жаңағы әкімі кім еді жаңағы? Даниал Ахметов. Даниал Ахметов бәрді. Сондықтан оларға ренжіп, халық мінекей өзгеріс қаласан, жаңа саяси ұйым, жаңа адамдарға, оларға былай не жасап, ставка жасатып, қолдау көрсетіңдер. Біз жұмыс жасауға дайынбыз. Бізге күш қуат беріңдер. Міне не де жатыр әңгіме. Ал Абеке, сізді тыңдайық мінекі осы тақырып бойынша. Ал жаңа, қысқаша айтсақ, жаңа тырып жөніне көшкен жақсы. Ана мұң-мұқтажды айтып, жылап ол. Уақыт өтті. Ана мен өзім бір жақсы көретін нем бар әлгі. Жарқ етіп, мұнай жағайдай бұл ұратын уақыт келді. Ол мұң-мұқтажды айтып әлгі. Жабырқай беретін уақыт емес, ол керек жоқ уже. Қазіргі айтарым сендерге бәріне қарындастарым мынау. Бұлай, енді дәулет қосылар, дәулетті естіріп хабарласамыз. Қандай жоба жоспарларым бар? Мынау адамдарды тартуға жаңағындай. Листовка таратасыңдар, не істейсіңдер ме? Бірақ листовканы өз басым не көріп тұрған жоқ. Бұл листовка сен таратып тұрғандарды көреміз қалада. Таратып баратырды бас салат алып кетеді, листовкасымен листовканда қалады, анау мынада жайна қалады. Одан да мына тик-токтан, мына ақпарат несін көбірек қолданған жақсы. Уақыт қой қазір мынау, талабына сай осы. Сосын мынау айтарым енді, сендер маған қарағанда жастарсыңдар, жастау адамдарда идея көп болады. Мына жастарды неге қызығушылығы болатынын, өзіне тартып алатындай, бірінші уақытта тартып, оны қартып жастар қызық. Әңгірай әрмай өріш, нешеде кетіп барықтан солы өзілатындай керек. Жаңағы мынау, бірінші нулевой, бірінші, екінші класс дегендей, сіздер енді ол жастарыңыз жақсы келіп тұр. Орта буын өкілі болып тұрсыздар міне. Тағы жастар тартсаңыздар, осындай мен жақсы тартып алу керек. Өзіміздің қатарымызға. Осы жағынан ойларыңызды бір жерге салсайық. Мен өз жастарымды бұлай қамтайын. Сіздер де әргінен ойына жоба жоспарына болады ғой бұлайдан. Жас мынау несінерге деңіне келгенде. Сол сияқты осымен білсе, кімнен не бар жоба жоспарларын міне бір-бірімен бөлісіңдер. Сосын ортаға салып жаңағы минус-плюсын істейтіндей міне. Осындай нәрсемен кірісу керек. Ал мынау жаңағын айта берсек болмайды. Басқалардың айтқанынан біз алшақтап жатқан жоқпыз міне. Күрестесін. Ал мынау қор ашу деген ол дұрысыз болмайды. Қай жерде болса да қор болған. Мынау алысқа бармай большевиктердің баяғыда енді ол жолдан аулақ болайық. Кобалар мынау кімдер Сталиндер банк тонап соны ақшасымен кеткен, ол бәріміз білеміз ол жағына, тарих жағына келгенде. Сондықтан ақшасыз мына қорсыз болмайды. Қалай болса да соған тартуға ұйымдастыру керек. Бірақ жаңағы бірінші түрде тұрған нәрсе ол жастарды қамту араларына. Міне ортаға өз ойын салып жатырмын. Дұрыс. Мінекей Абеке, бұл жерде біз деген қазір мынау
нақты былай қатты басын қатырып ойластыратын ештеңе жоқ. Біз мысалы кешегі мынау Думан мен Динара я проснулся деп мәңгүрттер шығып жатыр қазір. Я проснулась деп жаңағы. Сосын қазір біз ақылдасам бетем деп. Міне 5 жыл болды мына туып көтерілген еркін қазақ ұлттық азаттық қозғалысы деп. Кейін халық таңдау партия деп бағдарлама жазылып, 5 жыл. Бұл жұмыс қазір белгілі. Мен тағы айтып жатырмын, бұл жерге осы идеологияны, идеяларды, ал ең басты идея қандай? Мінекей нақты біз көтерген азаттық, Ресейдің ықпалынан шығуға. Сол 18 жылдан бастап көтеріп жатқан. Міне қалай жұмыс жасау, дамыту, бұл идеяларды тарату үшін адамдар, мысалы сол Диана, Лаура, Салтанат, өзіңіз Дәулет па, таңертең кешке дейін кәдімгі жұмысқа шыққан сияқты, мысалы жұмыс жасайсың ғой барып нан табу үшін. Ал бұл жұмыс нан табудан маңызды. Мінекей мен қалаймын сол Диана, Салтанат, Лаура өзіңіз мінекей таңертең кешке дейін жұмыс жасады. Канал ашып, Инстаграм, дұрыс мінекей Абеке, ТикТок, солар көбейтіп жаңағы халыққа жеткізе беру ақпарат. Бұл жерде соғыс жүріп жатыр. Мынау су жүйемен, халықпен. Бізде ресурс мінекей қазір шамалы. Facebook ол шектеулі. Мына YouTube каналда енді қарайды, кейде 10 мың, кейде 20 мың. 200 мың, 300 мыңға тарату керек. Мысалы, міне кетірейік, дана Салтанатпен сөйлестік қой. Ереке, мен жаңағы көрдім, мынау олигархтар алып кететін сияқты дейді. Себебі бізде ресурстар жетпейді дейді. Осы жерін айтсаңызшы қысқа, Салтанат. Жоқ, аға қараңыз да, вот алысқа кетпей, кеше Тоқаевтың сайлауына 200 миллиард, қанша 200 миллион ба, 200 миллиард теңгеге 20 миллиард теңгеге шығарды, 20 миллиард. Ол бюджеттен көрсетпегені одан 10 есе асады. Дұрыс қой енді, официально енді жаңа. Одан кейін қараңыз, қанша жаңағыдай шетелде ғой, енді басынан біздің бар неміз қарайтын, мысалы Америкада да, Трамп білесіз да қандай миллионер екен, Байденді қандай миллиардер екен, оны да білесіз. Олардың пиар компаниялары, олардың психологтары, NLP-шер, жаңа бүкіл пиар менеджерлері да, бүкіл нелері. Біздің арқамызда Құдай мегабайт аламай отырмын. Мысалға да, Диана, мысалы, сіз тігіп жатсыз, мен мысалы дәретхана жуам, жаңағыдай дәл жуам. Это күлкінішті нәрсе ғой, әрине біз оларға шыбын құрылыс қадалмайды. Ондай алпауыт жаңағыдай дядькалар отырғанда әрине, мысалы, маған күлет саған, қандай ақша саған, қандай жәрдемақы, фу, пошла ты деген сияқты. Сол үшін айтып жатырмын, мен алдында да эфирге шыққам, ақшалы бар жігіттер бізде бар, қолдарында завод, мини фабрикалар бар ғой, осы Қазақстанда бар, көз ашық жігіттер мен қанша білем бар. Оларға лидер болса, болмаса идея болса, олар алып кетеді. Соларға да үндеу тастаған, қазірде де сіздің эфиріңіз пайдаланып тағы Ержан ағаны қолдайықшы. Бұндай шындық айтатын, бұндай қазаққа жанашыр басқа таппайсыздар. Мен қанша қарап отырмын, қай жерде минус, қай жерде сүрінет, қай жерде кім бұның арқасында кім екен деп қанша қарадым, қанша іздендім, қанша неттім. Жоқ, осы қарапайым адам, қарапайым қазақтың ағасы болды. Арқасында ешкім тұрған жоқ. Вот именно что осы кісіні қолдауымыз керек. Бар ондай жігіттер, білін, настрачки, жрачки, ақша, казино, немене қыздарға ақша шашқанша, Құдай 100-200 мың, мына реклама, мына пиарщики, мына. Мен психолог емеспін, аға айтып отыр ғой Амантай аға. Бірдеме жаңа идея, мен педагог, психолог, мен пиарщик емеспін, қарапайым юристпін. Заң бойынша қай жерге қандай текст жазу керек, мысалы жазып бере аламын болды. Кім Диана әпкем, кім мысалға тігерші, ол не істейді, ол может конструкция бірдеме, какой-то дизайн мысалы істеп береді. Нам нужна целая программа, нам нужна целая команда сондай. Оны жалдау үшін бәріне не керек, баяғы сол пул керек, баяғы сол қаражат керек. Өзім қазағым демемемесе, өзім қазағым өзі қолдамаса, онда айтып отырмын ғой, федерация болып, онда крик губерния болып, официально онда Российская Федерация, Казахская губерния болып отырайық онда. Мінекей, Салтанат, ең басты біз өзіміз түсініп отырмыз, бізге қаражат табу керек. Мен тағы да қайталаймын, достар, Ержан ананы адамы, Ержан мынаны адамы, бұған ақшаны кім беріп тұр, таңертең кешке сайрап тұр. Мен естеріңізге салайын ағайын. Мынау алаңға шыққан себебі 2015 жылы мен бір неге ыңғайсыз жағдайға түсіп қалдым, бір спортсмендермен шатысып қалып, сосын жанжал болғаннан кейін жаңа спортсмендер маған арыз беріп, мен СИЗОға қамады. 8 желтоқсан 2015 жылы.
сөйтіп 5 ай 15 күн Астананың СИЗОсында отырып шықтым. Соның ішінде мен өзіме көрдім, мынау халықтың тығырыққа тірелген. Былай да оның алдында бақыладым, ал қандайға мен сонда көрдім. Мінекей 99% қарагөз қазақтар сотталған, соның ішінде 70% жалғыз басты аналардың балалары, олар жем болып жатыр. Мынау коррупция жүйесіне құқық қорғау деген кавычкадағы прокурор, полиция, сот, сол мынау балаларды жаңағы кінә ма, кінә емес па айдайды. Қамайды, статистика жасайды, сөйтіп оларды қамап отырады. Жартысы ешқандай несі жоқ сотталынатын, жартысы нан табатын несі жоқ. Жаңағы мынау кім тұр ғой, жаңағы Ерасыл Тұржановты мен не үшін қойып жатырмын? Кеше 1 қаңтар күні Жаңаөзенде балалар шықты, жұмыс беріңдер деп. Қараңыздар, 2011 жыл Жаңаөзендіктер 7 ай неде тұрды, жалақын көтер деп, оны мыналар қырды. Сосын 12 жылы Назарбаев комиссия құрды, үкіметтің бірнеше миллиард теңге берді жұмыс ашуға. 12 жылы жұмыс жасады бұл үкімет. Міне, кейін мынау Оразалы Тұржанов барды 2017 мен 2019 жылы сол жерде жұмыс жасады. Ашам деді. Ашқан жоқ. Жаңағы бейнесінде 22 жылы бұл вице-премьер 160 мың орын ашамыз. Ашқан емес. Бұлардың қолдарынан келетін тек уәде беріп, ұрлау, тонау. Міне, шынайы саяси күш біз ғана. Тағы да бұл жерде халықтың маған кейбір уақытта ренжиді, жаңағы басқан жамандайсың, өзінің бір кәдімгі періште сияқты. Мен әрине періште емеспін. Бұлай зерттесек, періште болмайды мына адамдардың арасында. Бірақ ниетім таза. Ақша жөнінде қайтып келейін тағы да. Мен 15 жылы мынау СИЗОда отырғанда өзіме шештім шығам деп. Мен сол уақытта шала қазақ болсанда өзінше бір ән шығарып, ай қазақ, ата бабам ешқашан құл болмаған қазақ, ай қазақ, еркін сөзіңді қашан естеймін, еркін қазақ деп сондай өзімше ән шығардым. Сосын бір композитор бар, мына айттым, мынаған бір аранжировка жасап беріп, бір не шығарып берші, өлең шығарып берші деп, өзінше рухты оятам деп. Сосын ол шыққаннан бетінен аяқ ап деп шыға қалмайсың ғой. Мен жаңағы қарыздарым бар, банктарым. Сөйтіп 16 жылдың мамыр айында шықтым бостандыққа. Сосын дайындалдым мына жолға шығу үшін. Бүкіл қарыздарым жауып, сосын бүкіл жаңағы жинаған ақша, мен 30 жыл қатарынан тоқтамай жұмыс жасағам. 1988 жылы бір кооператив ашып. Сөйтіп жинаған 300 мың доллар шықты. Сол ақшаны алдым да, жаңағы үй алам деген ақша. Енді бізді қазақпыз ғой, өсіп атасың, жаңағы балалар өсіп атады, үйленеді, қазақтың нелері шаблонны ғой. Балаларды өсіріп, жақсы үй болсын, ертең құдаларды жақсы үйде жақсы қарсы алып деп қиялданамыз ғой бәрімізді. Бірақ мен ешқандай үй сатып алған жоқ, участок алған жоқ. Мына ақшаны мына жұмысқа салдым. Мен себебі 15 жылы СИЗОда болғанда айттым, егер аман есен осы жерден шықсам, мен мынау саясатқа шығамын деп. Саясатқа шығып, өзім өмірімді келесі міне осы жолға саламын деп. Міне мен шықтым, өзімде тұрдым. Міне ақшанды мен шығындарым, мысалы біреулер табысын айтады, мынау шығып сайрап, айына $100 шығады шығар, мынау кейде $150 мынау неден просмотрдан. Зумға және интернетке мен төлеймін $100 айына тек қана. Зумға ғана, басқасын санамағанда. Бұлай 4000, 500, 5000 менің текущий расходтар дейді. Бәрі қымбат бұл жерде. Міне, осының бәрін таразға салыңдар ағайындар. Мысалы, қазір қаражатсыз ақша болмайды, оны дұрыс айтып жатыр. Кімді салтанатты біліп тұр, Қараңыз. Елде саяси партиялар бар, жалған 5-і, оны ұлттық жаңағы бюджеттен қаражат беріп жатыр. Мінекей, бір. Екінші, жалған оппозициялық нелер бар, жаңағы жалған. Елдегі жаңағы жалған нелердің кадр басты спонсорын билік тағайындады Болат Абиловты. Жақында олар жариялады, біз айтып жатырмыз ғой, халық таңдауы деп. Олар бізге қарсы біздің таңдау деп партия ашамыз деп шықты. Батыстан бастады. Ақтау, Атырау, Жаңаөзен. Бірақ халық оларды орнына қойды. Сен Абиловты білеміз, Рысбекті білеміз деп сөйтіп үн өшті. Қараңыз, олардың агитаторы, олардың жаңағы несі пропагандисті, олардың дауысын естетін Думан, сатқын журналист, кезінде мына сұм жүйе жасаған, олар бірге шықты. Мына жобалар. Мінекей, Болат Абилов, Жақиянов, қашанда Жақиянов 10 жыл елде болған жоқ қой. Тоқаевтың командасы болар. Думан, Динара Игубаева, Арайлым Назарова. Олар бізге шығып үгіт насихат жасады, бірақ
біздің таңдау деген партияны сәті болған жоқ. Батыстың қазақтары айтты, пошли нахрен алаяқтар деп. Бұлар не істейді? Бұлар бөлінеді, екінші заход жасайды. Мынау бөлек жақында пресс-конференция жасады ғой. Арайлым, Думан, Динара, Әлнұр Ильяшев. Сонда бұлықтары ашылып қалды жаңағы. Әлнұр Ильяшев айтты, Рысбек келу керек еді, кешіп жатыр ғой деп. Рысбек кешіккен жоқ, оны әдейі қашықтады, байланыстырмасын деп. Немен жаңағы біздің таңдаумен. Сөйтіп бұлар блок біз тәуелсіз неміз деп лапшаны іліп жатыр кезекті. Қашанда бұлар бұл кезекті Амантай Қажы, кезекті мынау жобалар. Елдегі осындай проекттердің қаражатын көтеретін Болат Абилов. Мен оны көктемде ашкерледім. Болат Абиловтан үкімет Астанада сатып алды ЦУМды 20 миллион долларға. Міне сол ақшаны ол қазір салып жатыр. Қараңыздар. Астанада мынау чиновниктердің ғимараттарына Европаның бүкіл чиновнигін отырғызуға болады. Оған қарамастан ана ЦУМды сатып алды да бізге керек деп. Болат Абиловқа ақша берді бюджеттен. Қараңыз. Міне елдегі осындай Амантай Қажы нелерді жобаларын жаңадан осындай фейк оппозицияны Болат Абилов жүктесе, шетелде бұл жұмысты Марғұлан Сейсенбайға тапсырды. Сөйтіп Марғұлан Сейсенбай командамен барып Украинаға жатып алып, Гордонның аузын алды. Басқа журналистерін. Сөйтіп олар Тоқаев Қазақстан жаңағы Украина қолдап жатыр деп осындай пікірге сендірді. Қараңыз. Сондықтан қиялданып керек жоқ. Мына аланда кім нақты мақсатын жаңағы бар билікті құлатам деп, ал кім қолдап жүр? Сол Марғұлан Сейсенбай Тоқаевтың жаңағы бір жерін жалау үшін 23 қараша күні Жапонияға барды, Токиоға. Не үшін? Себебі 23 қараша бірінші планетада басталады Токиода. Сол Токиодан барып дауыс бердім дейді. Сайлауға қатыстым дейді, елшілікке барып. Қараңызшы, Марғұлан Сейсенбай. Сөйтіп ол нақты көрсетіп жатыр, Тоқаевты қолдап жатқан ашық. Елдегі бүкіл олигархтар мына сұм жүйені қолдайды. Олар бізге қаражат бөлмейді, халқым. Сондықтан өзгерісті қаласандар, бізге қолдау жасандар. Жаңа менің пәтерді сатқаным ақшам ол топырақ. Бұл жерде мынандай маңызды іске жетпейді. Сондықтан біз сіздерге үндеу жасаймыз. Егер өзгеріс қаласандар, шынайы халықтың қаласандар, жаңағы мысалы кім дұрыс айтып тұр ғой Салтанат, олигархтар қазір алып кетеді, олигархтар партия ашады, ал біз халық не істей алмаймыз. Енді біз үндеу жасап жатырмыз, халқым. Егер шынайы өзгеріс қаласандар, шынайы саясаткерді қаласандар парламентте отырған, онда бізге қолдау жасандар. Осы айтарым. Қосар сөздеріңізді айтыңдар онда достарым тағы да. Болама айта кетсем. Айта беріңіз. Болама? Айта беріңіз. Мен айта кетейін да, мынау бізде мынандай идеология жүріп жатыр да, енді өздеріңіз білесіздер, ислам жаңағындай нелерінде храмдарында типа мына өмір жалған, не қыласыңдар байлықты, не қыласыңдар жағдай жасауды, құл болып сендер Алланың құлысыңдар, сендер ана о дүниеде күшті боласыңдар, и все, короче, да, кедей қарапайым халыққа. Енді мен айтқан, біз ислам бізге келгелі бір ары кетсе бір 2-3 ғасыр. Оны өздеріңіз білесіздер қалай келді. Екатерина бізге оны татар молдалар арқылы зорлап кіргізді. Біз тәңіршіл, біз қазақпыз, әлімсақтан келе жатқан қазақпыз. Біз еркін қазақпыз, біз тәуелсіз қазақ, біз осы дүниені жарық дүние деп таңдаған, өсіп өну үшін баланы туып, сол балаға білім беріп, баланы өсіп қорек беріп, соның ден саулығымызды ойлап, соған малымызды жайқап, қалаларымыз алтыннан киімгеп, алтыннан қалада тұрған иттеріміз алтын табақтан жеген, сондай ұлы ұлт едік та. Енді қаяқтағы бір идеология үшін құл болып, сол өліп, 10 этаждан 3-4 бала-шағасын лақтырып, өзі өліп, бөтетіміз шығып жатыр да. Мен түсінбеймді, сонда біздің ата-бабамыз мынандай кең байтақ жерді, сонда бізді құл болып өліңдер, өз-өздеріне қол салыңдар деп сөйтіп тастап кетпеген шығар. Дұрыс, иә. Кең байтақ жерді. Дұрыс, Салтанат. Бұл Салтанат, бір секунд. Салтанат. Ешқашан құл болмағанбыз, әрі қарай да құл болуға міндетті емеспіз. Біз өз тағдырымыз өз қолымызда. Сондықтан дана ұлы халқым, әлі ұлылық, әлі қанымызда, әлі генный уровеньде ешкім жойылып кетпейді, өйткені біз қазақпыз. Сондықтан айтарым, құл болмайықшы, біз керісінше сол баяғы ұлылықтың деңгейіне қайта жетуімізге, бірақ
ол сіздің таңдауыңыз. Жоқ болды, мен ешкімге не қылмай бас емеймін, өз қазақ егемендік далам деп соған біріксек болды. Бізді ешкім Америкада, еврейлерде де, масондарда, Қытайда ешкім бізді жаулап алмайды. Дұрыс. Рахмет. Да. Айтайын солары. Біз енді қызымыз күн оғымыз құл болмай тұрғанда ертерек ояныңыздар, қазақ халқы. Халық таңдау партия қатарына кірейік. Менше ешқандай енді сіз айтып жатқан бәрін қосыламын ғой. Бірақ та енді халықтан сұрармын, бірлікте болайық, қазақты қолдайық. Бір-бірімізді қолдап, ешқандай ақшаға, ешқандай неге өз отанымызды сатпайық. Екіжүзділік не керек ой, ертең бәрі қалады кетеді. Көріп жатырмыз, алдында біздің әскерге рахмет, өз халқын атпа. Менше біздің әскер атқан жоқ, енді сіздер айттыңыздар, орыстардың диверсанттары кірді. ОДКБ. Қазақ халқы өз халқын ешқашан атпаңдар. Біріміз бәріміз үшін тұру керек. Ертең цифрализация бастаса сол кезде көреміз. Алдында цифрализация, елдің жағдайын түземей, цифрализация қанша ақша жұмсамақшы. Ол бастамай тұрып кезді ояндар қазақтар. Менше енді күлкілі болмайды шығар енді. Қазіргі ана жол былтыр 22 наурызда көрдіңдер ғой, пловқа талас жатыр елдер. Қайдағы енді білем түсінем енді қанша адам жиналып сол плов тегін таратты деп. Ондай болса сол ақша қаржы жинап бір акция ұйымдастырайық. Ондай халық жинау үшін қазір ананы таратам, мынаны таратам десем, мың халық жиналады. Менше енді мен өз ойым. Дұрыс. Бұл жерде қараңыз, бұл деген жаңағы листовка деген бір нелері түрі ғой. Дұрыс мінекей. Листовка да керек, плакаттар керек, Инстаграм керек, ТикТок керек. Мен ең басты идея жетсен деген халқым, мынау Ержан жалғыз мінекей жырлағаннан ештеңе өзгермейді. Мен жыраушы болғым келмейді. Мен мақсатым саяси күш құру. Мен айтып жатқан жоқ, мен президент қылдыр премьер. Менің мақсатым бір кадр 40 кадрше бірінші 40 адам жинап, мінекей осындай 40 жаста жобасы, плюс-минус. Солардан команда құру керек. Мынау парламенттің костягі болатын, жаңағы үкіметтің костягі болатын. Жастардан команда құруымыз керек, мінекей. Анау бұрынғы істегендердің бәрінен айырылу керек. Олардың милері ауланған, мен айтып жатырмын, олар мынау Шариковтер, надандар, ал ең басты олар мәңгүрттер. Мен сіздерге дәлелдеп беремін, Ахметбек Нұрсұлтан мәңгүрт екен, Бекболат Тілеухан мәңгүрт екен. Былай қарасаң, қазақша тілге шорқақ жаңағы Ержан Тұрғынбай қалай мына екі қазымшы қазақша сайрап тұрған адамды мәңгүрт қылады дейсіз ғой. Мен дәлелдеп беремін. Мен қашан болса да қай болса да бейнем дәлелмен келеді. Міне, біздің елді басқарып жатқан қазір толық мәңгүрттер. Мынау үкімет парламентте осыны халқым түсін. Ал бұндай жүйені жай блогерлер шығып, мысалы Диана бір пост қойды, анау бір қойды, ол бермейді. Саяси күш құруымыз керек. Партия ол әскер. Осы салада біз жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан мінекей бізде костяк бар. Мына елімізде мен шақырып жатқан достарым, әріптестерім жұмысты алып, мен қалаймын олар таңертең кешке дейін кәдімгі кәсіби ретінде, профессионал ретінде жұмыс жасаған, таратып, мейлін листовка, мейлін жай барып сөйлесеме, мейлін жаңағы Инстаграм, ТикТокты ашып, бірақ сіздер қаражатпен көтеріңдер, көмектесіңдер. Менде болғанын мен салдым, ағайын. Мен болғанын салдым, мен одан артық шыға алмаймын. Әрине мен бұл жалғастыра беремін. Бірақ бұл жұмысты дамытып, халық қосылмаса, бұл жаймен қалады. А мынау сұм жүйенің ашкерелеу, тағы да мен ашкерелеймін. Оған өкпелемендер, оған маған біреулердің санағы кеңес беріп қиналмай қойыңдар. Бірінде қазақ, бірінде дос деп айтпастан, істің бәрі бос. Басқа да былай ашық айтсақ, бүгінгі күні актуальды емес әңгімелер. Заман өзгерді. Мінекей Абайдың сөзі, Шәкәрімнің сөзі, басқан таза алаш арыстарын 100 жыл бұрынғы сөздерін актуальды емес. Неке айтып жатыр ғой, елге қызмет жасау білімнен емес, күштен деп, жеткіліксіз білімді керек. Заман өзгерді қазір. Заң бар, мысалы халықаралық заңдар бар. Сондықтан осының бәрін таразы салып, мен үндеу жасаймын.
біз жақында белгілейміз елде бір карточканы. Әзірше мінекей менің телефоным, достарым, +39 377 083 27 83, және те мінекей карточка. Бұл Италиядағы карточкам, международный переводы деген не бар, приложение, Каспи болсын қайсыдан, содан аударсаңыз болады. Болмаса астында получатель Ержан Тұрғынбай, MoneyGram, және болмаса анау Western Union деген бар, солармен аударсаңыз болады. Ал жалпы қазір ақылдасамыз, кеңесеміз, біз осылай шешіп жатырмыз, осы салада жұмыс жасаймыз. Қаражат жинап, біз тұрақты, нақты жұмыс жасайтын адамдарды кәсіби ретінде жұмысқа шығарып, осы жұмысымызды дамытқымыз келеді. Қазір бұлар ақшаны құяды. Мінекей жаңа жыл бітті, жалған партиялар, жаңағы мінекей Болат Абилов, Марғұлан Сейсенбай, мынау клоундарды, жаңағы Думан Мұхаммед-Кәрім, жаңағы Әлнұр Ильяшевтің жаңағы мөр басатын жер жоқ, КНБ-ның адам екен. Бірақ шығып тағы да алдайды, себебі бүкіл жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары бұларды насихаттайды. Ал бізді есту үшін шынайы күрескерлерді сіздер халқым қосылыңыздар, атсалысыңдар. Жақсы, мен өзім айтарым болды, 48 минут. Қосар сөздеріңіз болса, 1-2 минуттен қош берсеңіздер, достар, болады. Ал жақсы, қосарым. Естіліп тұр ма жақсы? Естіліп тұр. Жаңағы айтқанымды сол қайталаймын мен. Жаңағы, босқа мынау айтып отыр ғой, өзі жоқ уақытта не дегенде емес, жинақы түрде болу керек, жинақы. Іске артынан пайда сасатындай жерге жаңағындай салу керек, қоржа ашылғанның өзінде, оның өзі әрбір несіне дейін, кейін себебіне дейін бұлай нет тұру керек. Жоспарлы түрде кетіп отыр ғой, оның бәрі. Бұлай ойна келген істей бермегенде, ақылдастық түрде болу керек, жаңағы сол. Екінші, мынау жаңағы тағы да біздің мысалы біздің ұйымнан басқа ешкімді мынау басын біріктіру айналысқан емес. 19 жылдың ақпан айынан нақты жұмыс жүргіздік, шақырдық, кірген жоқ. Сосын айттық, бұлар бәрі жалған дедік. Мен басында айттым, бірікпесеңдер дедім, ренжімесіңдер дедім. Мен солармен сөйлескенде. Себебі біз бірігіп, бір-біріміздің кемшілігімізге көз жұмып, халық жинаймыз. Мына сұм жүйеге қарсы шығаруға. Ал егер бірікпесеңдер, сендер өздерін маған айтпасыңдар. Онда сендер маған ренжімейсің. Ашық айттым, я. Халық таңдау партия, неке халықтың үміті. Халық таңдау партияны қолда кір, біз деген нақты біздің идеялар не себебі алай неткенде дұрыс. Халықтың, қазақ халқының мүддесін көздейтін бірақ ұйым ол халық таңдау партия. Осы ұстанымда қызыл жіппен жүріп тұру керек бұл, красной нитью. Мінекей, қазақтың жаңағы мүддесін көздеп, анау 18 жылдан бері айтып келе жатқан ешқандай оңға солға таймай, ол халық таңдау партиясы.